Қарызбыз. Қарызбыз Каспиговқа. Апамда қарызда деймін. Қарыздан құтылуды айтып берейін ба сізге, қалай план? Иә. Күйеуі қинап күйеуі сізді де қинап жүр ау жеңшем. Тәуекел енді, құдай жарылмасын. Иә, бұл салауат қарыздан құтылуға себепші болады екен ше. Салауатты көп толтыру адамның қарыздан құтылуына себепші болады екен. Осы араб жазирасында болған өте бір керемет оқиға бар, соны айтып берейін сіздерге, сонымен тоқтатайық енді, ренжімеңіздер. Жаңа екі жолдас бала ғой, бір-біріне ақша жүрген жерде бәле жүреді ғой өзі. Екеуміз де бизнесменбіз. Сонымен Құдайдың қалауымен біз сауда болмай, мен банкрот боламын ғой. Сонымен Нұрекен Керемді айтамын, Нұреке, бір 500 динар бере тұрыңызшы маған. Қайттан дөңгелетіп алайын деймін ғой. Нұрекеңнен 500 динарды аламын, қайттан қадалам ғой. Бір өмірде сондай бір кезеңдер болады да, құлағанның үстіне құлай бересің ше. Құлағанның үстіне 10 рет құлайсың. Бірақ оның артында бір күшті жақсылық, сабыр сақтап адам күту керек та бірақ. Сонда Нұрекең айтады, дұрыс қой енді, екеуміз саудада серікпіз, бірақ енді мен келісім шартпен беремін дейді, ертең бере алмай қалсаң қалай болады деп, бұл менен қолхат алып алады ғой, бермесем сотталамын мен, короче. Бұны жаңа 500 динарды аламын да тағы да қадаламын мен, жаңа саудада болмай қалады. Қиналып кетеді, отбасым қиналып жатыр, бала шағаң нәпақасы бар, базарда не істерін білмей жаңағы сөйтіп жүрсем, бір кезде екі қолтығымнан көтеріп алып, екі мілтсе жаңа соттың залына қарай алып кетті ғой. Аманшылық па, не бұл, білмеймін, соттың залына барғасын айтады өзі сот. Соттың залына барса, жарықтық, сенің 500 динар қарызың бар екен ғой, пәлен айда берем деген. Соған осындай уақыты өтіп кетті, қарызың қайтар дейді ғой. Енді мен болмай жатыр, өзіне де айтқанмын, болмай жатыр. Болмай жатса, енді келісім тұр ғой мына жерде нотариуспен. Болды, болмаса соның несін өтеп шық, жазасын, сыйын. Міне, көріп тұрсың ғой мен артындағы темір торды. Деген кезде айтады, айналайындар, мен отбасым аш отыр үйде. Барып ескертіп кетейін, тым болмаса, әйел бала шағам уайымдап, мына қаққа кеткен білмей қалады қазір менің. Дейді ғой. Сонда айтады, айналайын, кімді кеміс қылып отырсың сен? Мына жерге келгеннің барлығы сөйтіп айтып кете беретін болса, біз не ай қарап отырып қой мына жерде? Кеткеннен кетті ғой, болды, сенің артыңнан іздеп жүреміз ғой. Қақта жаңа кім қайда деп. Сонда жаңа кісі айтады, Алламен ант етемін дейді да. Егер таңертең алдыма өзімнің алдыңа екі аяғыммен келмесем, мені Мұхаммедтің үмметінен деп айтпаңдар дейді. Кәпір деп айтыңдар дейді ол. Мен екі ортаға пайғамбарды қойып сұрайын дейді сенен. Ана соттың үстіне мұздай суға жүргендей болады ғой. Әркім әр нәрсені қояды ғой былай залогқа. Біреу алтынын қояды, бірдеңесін қояды, баласын қояды. Бірақ пайғамбарды қойған адам жоқ екен да бұл уақытқа дейін. Мен о екі ортаға пайғамбарды қоямын дейді саллаллаху алейхи уассалам. Ана сот шошып кетеді, ойбай құрсын, пайғамбарды мына бірінші рет болып тұр. Барып қайт онда дейді, азанда бірақ келеңіз сен. Сонымен үйіне барады да әйеліне айтады ғой болған жағдайдың бәрін. Осындай болды, кім жаңағы келіншегім айналайын деген кезде әйелі де Құдай қосқан әйел екен, анаған берген. Сонда әйел айтты дейді ғой жарықты. Айттым саған алма, оңбаған бірдеңе деп ұрсып шықпағанда. Ақыры пайғамбарды қойып ортаға дейді. Құтылып шыққан екенсің дейді. Онда екеуміз таң атқанға дейін пайғамбарға салауат айтайық дейді ғой. Ана қараңыздар. Екеуі отырып балдарды ұйықтатып тастап, таң атқанға дейін салауат айтқан екен да. Таң азанға кішкентай қалған кезде жаңағы кісінің көзі іліп кеткен екен. Көзі іліп кеткен кезде пайғамбар саллаллаху алейхи уассалам келген екен жаңағы кісіге. Ей пәленше, бар да ауданның әкіміне барып, мен айтты деп ақша ал деп айтқан екен. 500 динар. Сонда, ана кісі айтады, Алланың елшісі, ол оған баратындар көп қой дейді, ол маған сенбейді қазір барғанда дейді. Сонда оған сен айт, ол жатарда 1000 салауат толтырып жататын еді дейді. Кешегі салауатынан қателесіп қалды дейді. Оның салауаты 1000-ға толды, қабыл болды деп айтты дейді пайғамбар саллаллаху алейхи уассалам. Анау таң намазын жамағатпен оқып алады да, одан 1000 салауат толтыратын қандай әкім жарықтық ау. 1000 салауат толтыратын мұсылман қалмай бара жатыр ғой қазір дейтін. Сонда жаңағы барып айтады ғой, қой деп жаңағы тура әкім сол әңгімені айтады ғой. Сонда пайғамбар саллаллаху алейхи уассалам осы әңгімені айтатын білді сенің дейді. Сенің түндегі қателескен салауатыңнан не істеді дейді? Алла қабыл қылып, пайғамбар саллаллаху алейхи уассалам не істеді? Толды деп айтты дейді. Анау айтады, бұл рас дейді. Өйткені менің 1000 салауат айтын әйелім де білмейді деп айтады ғой. Не то, что сен менің әйелім де білмейді дейді 1000 салауат айтатын. Ана қасқа жылап жаңа әкім, 500 динар дейді, қарызыңнан құтыл дейді. Пайғамбар қабыл болды деп айтқан үшін мен саған 2500 динар
отбасыңмен қайтадан шаруаңды дөңгелетсін. 500 динарды алып алады, 2000 динарды, 2,5 алып алады. Сотқа барса, сот жылап отыр дейді жаңағы. Ертең азанда кел деп кеше не жыртылып отқан сотымыз. Ей, бәленше не істеп қойдың сен деп айтады дейді. Не істедім мен? Алланың елшісі келді ғой түнде дейді маған. Саллаллаху алейхи уассалам. Ей, қазы деп айтты. Қазы деген сот қой. Ей, қазы. Ана пәленшеге рақымшылық жаса, біз саған ертең қиын күнде рақымшылық жасаймыз деп айтты дейді. Қиямет күнінде. Айналайын 500 динарды мен төлейтін болдым саған дейді. Пайғамбар саллаллаху алейхи уассаламның рахымына бөленеді екен, шапағатына Алланың рахымы. Мә саған тағы 500 динар дейді. Шаруаңды өзің дөңгелетіп кет ары қарай дейді. 3000 динар болды ма? 3,5 болды анаң жаңа 500 мен қосып. Бір кезде жаңағы Нұрекен келе жатыр маған жаңа арыз жазып берген. Еңкілдеп жылап кіріп келеді дейді. Пәленше не істеп қойдың сен деп айтады. Не істедім? Алланың елшісі келді ғой маған түнде деп айтады дейді саллаллаху алейхи уассалам. Ей, түгенше досыңды кешірсең, біз сені қиын күні кешіреміз деп айтты дейді пайғамбар саллаллаху алейхи уассалам. Досым, мен сені кешірдім дейді ана 500 динар. Жүрегіммен кешірдім. Алланың елшісін көргендігім үшін мә саған тағы 500 динар шаруаңды дөңгелетші деп айтты дейді. Көрдіңіз ба? Бұл болған оқиға. Ғалымдардың аузынан қалай жетті, мен дәл солай айтып тұрмын осы оқиғаны. Көрдіңіздер ме? Пайғамбар саллаллаху алейхи уассаламға айтылған салауаттың берекетін көрдіңіздер ме? Алла тағала қарызын өтеп берді. Сонымен қайта аяқ астынан не болып кетті? Миллионер болып кетті. Динар деген алтын ақша бауырлар. Дирхам күміс ақша. Бір динар деген пәленбай шаруаны істеуге болады, бір динармен. Көрдіңіздер ме? Сондай аяқ астынан не болып кетті? Бай болып кетті, қарызын алып кетті. Көрдіңіздер ме? Бұл пайғамбар саллаллаху алейхи уассаламға айтылған салауаттар екен. Сондықтан бүгіннен бастап иншалла не істейміз? Пайғамбарға саллаллаху алейхи уассалам деп әр намаздан кейін кем дегенде 20-дан салауат айтып қойсақ, бір күнде 100 салауат болады екен. Ал әр намаздан кейін 20-100-ге толтырсаңыздар, бір күнде қанша болады екен? 500 болады екен. Ал енді дәрежелеріңізді ойлай беріңіздер, қандай болады. Бүкіл проблеманы, бүкіл шаруаны кіммен шешіп алады екенбіз? Пайғамбар саллаллаху алейхи уассаламға салауат айтуменен шешіп алады екенбіз. Сол қасиетті пайғамбардың қаласында мінекей біздің табанымыз тиіп тұр. Артымыздағы тұрған қабірстан сол пайғамбарға өмір бақи салауат айтып өткен ұлы сахабалардың қабірі. Пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам әйелдері де жатыр ол жерде. Алла баршасына разы болсын, сіздерге де Алла разы болсын. Алланың лайықты қонақтары болып елге аман есен оралуды маусымдық құлшылық жасайтындардан емес, жыл 12 ай Құдайды еске алатындардан болды Алла нәсіп етсін. Түсікті ғой, Раббы құдайшыл болайық, рамазаншыл болмайық деген әңгіме бағанағы осыдан шығады екен. Субханакаллахумма бихамдика ашхаду ан ла илаха илля анта астағфирук ва атубу илейк. Алла баршамызға разы болсын. Әмин.